Орысша контентті іздеп шаршаған жоқсыңдар ма? Әлде қазақша контент жоқ дейсіңдер ме? Қазақша контент көп және оларды табу үшін көбейту үшін қазақша іздеу керек. Хей, қалайсың? Сенімен бірге Франики бүгін саған қазақша әріптермен іздегеннің пайдасын түсіндіретін боламын. Менімен бірге соңына дейін бол. Кеттік. Алло, че там, бро? Бро, мен тоже салмай отырмын. А че, ютубтан іздеп туториалда қарасай? Онда тек орысша, ағылшынша тілдегі туториалдар ғой. Эй, бро, как раз мен саған керек канал таптым. Да ну. Бұл университет қасақанасы, онда сен керемет качестволы туториалдар көре аласың. Монтаж жағы да керемет. Ең бастысы қазақша тілде. Ал мен мұны қайдан табам? Сілтемесі астында. Айтпақшы, саған ішім пысты дегенінде, ішім пысты тұз жоғала дейтін беді. Ол саған көмектеспейді. Және сен ас тұзы ма, әлде басқа тұз ба деп ойлап жүргенінде ішін әбден пысып болады. Сондықтан да ішін пысқанда лучше осы видеоға лайк басып, өз ойыңды комментарийге жазып кетсем болғаны. Ішін пыспайтын болады. Себебі менің арнамда лайк басып, коммент жазатын видеолар көп. Және көбейе береді. Енді қазақстандық ютубта қазақша тіліндегі видео контенттер көбеюі үшін сенің де қимылдауың керек. Қалай десең, қарағың келген контентті қазақша әріптерді пайдаланып іздегенін мына бізге контент мейкерлерге біраз көмегін тигізеді. Басқаларын білмеймін, бірақ мен қазақша сөздердің ютубта қанша адамның іздейтінін бақылап отырамын. Және соған қарап отырып, сұранысқа ие тақырыптарға жауап ретінде видео жасағанға не жетсін. Сен іздеп отырасың, және соған сәйкес мен видео шығарамын. Керемет емес пе? Іздегенге табылған деген сияқты. Осылайша мен сияқты контент мейкерлер сұраныстарыңға бірден видео шығарып, қазақша тілдегі видеолар көбейе береді. Және сен орыстардың видеоларын қарап, кейбір орысша сөздерді түсінбей аудармасын іздеп отпайсың. Өз ана тіліндегі видеолар көбейсе керемет емес пе? Осылайша ютубтың жұмысында оңайлата түсемін. Егер де менен көмек керек болса, осы тақырыпқа арнайы ВК-дан группа аша аламын. Оған күнделікті пост жариялаймын. Сендерден тек керегі ютубтан қазақша іздейтін контенттерінді жазып кету. Соған сәйкес қалай іздеу керегін және қазақша контент тауып беремін. Барлығы оп-оңай. Бірігіп күш салса, қазақша тілдегі ютубты көтере аламыз. Сен және мен бірге сила дейміз ғой. Мінекей, айтарымды айтып болдым. Осы видео астына ютубтан не іздейтінді жазып кет. Мүмкін сен сияқты адамдар көп шығар. Және сені не іздейтінін маған да қызық. Осы видео астында 1 сағат ішінде 1000 лайк жинаса, комментарий арасында шағын ақшалай конкурс жасап жіберем. Қызыққа көрейін. Видео өз мәресіне жетті. Осы жерге дейін көрсең комментарийге қазақша контент деп жазып кет. Сол арқылы сенің топовый екеніңді біле алам. Видеоны лайк бас. 30-дан астам лайк жинап тастайық. Саған оңай, алмаған керемет көңіл күй сыйлайды. Арнама тіркелмесең подписаться кнопкасын басып, колокольчикті де басып кет. Ол саған алдағы уақытта менің видеомды үзіп алмай көру үшін өз көмегін тигізеді. Сенімен бірге болған сен сүйкімді Франикиттің келесі кездескенше сау. Мына сол жақта керемет видео, ал оң жақта топовый видео, ортасында қызықты кнопка. Таңда өзінде ке.